аққулар көрінбейді ғой. Шынымен де аққулар жоқ екен. Аққу демекші аққулар үшін зерлеп гүл беретін романтик жігіттер туралы айтарың бар ма? Айтарым бар, айтып өтейін. Бос уақытын досына емес қызына мүлдем арнайтын, қоңырау шалсаң жауап бермей телефонын алмайтын, анасы деп қайт дегенде үйіне де қонбайтын, тыңдамасаң сөзіңді боласың адам оңбайтын, қыз дегенде бәрін тастап жанын пида ететін, іздегенде сылтаулары миға симай кететін, Гүлсақина түрлі сыйлық атауларын беретін, содан кейін жігітпін деп көкіректерін керетін. Сыйлық берсең бірінші бер үйіндегі анаңа, кредит алып әуре болма қарасайшы шамаңа. Сыйлық берген қызың сенің ата-анаңды бағама, келін болып қызмет етіп шаңырағыңа барама. Қазір кезде романтикпін дейтін жігіттер көбейді, онысымен жігіт атауын ұмытқанын білмейді. Дос жараңның құрбы құрдас айтқан сөзін ілмейді, анасына гүл бермеген романтик қатарына кірмейді. Тізерлесең бауырым Алла алдында тізерле, бірінші Алла, екінші ана көтерең сенді жігерле. Жігіт бар ма бұл өмірде қызды қуып жетпеген, қазақ деген қыз түгілі жау алдында тізе бүкпеген.